Балалардың антибиотик қабылдаудағы зияны туралы ата-аналар үшін өте маңызды және пайдалы ақпарат көзін ұсынбақпын. Балаларға антибиотикті неге әрдайым бере беруге болмайды? Себебі балаңыз сәл тұмауратып қалса, бірден антибиотик беруге асығасыз ба? Бұл өте қауіпті болуы мүмкін. Антибиотик ол күшті дәрі, бірақ оны дұрыс қолданбаса, зияны көп. Антибиотик не үшін қолданады? Ол вирусты емес, бактериялы инфекцияларға қарсы қолданады. Тұмау, жөтел, ангинаның көбі вирус арқылы болады. Оларға антибиотик көмектеспейді. Антибиотиктің зияндары. Оған ішек микрофлорасын бұзады, балада іш өту, құсу, ас қорытудың бұзылуы болуы мүмкін, иммунитет әлсірейді, дене табиғи қорғаныс қабілетін жоғалтады. Микробтарға төзімділік пайда болады. Келесі жолы дәрі әсер етпей қалуы мүмкін. Аллергия қаупі артады. Тері бөртпесі, ісіну, демігу сияқты белгілер пайда болуы мүмкін. Антибиотикті қашан беру қажет? Тек дәрігердің нұсқауымен. Бактериялық инфекция расталса, мысалы ангинаның кейбір түрлері, құлақтың іріңді қабынулары, пневмония тағы басқа сияқты. Не істеу керек? Бала ауырғанда бірден антибиотик бермей, алдымен дәрігерге көрсетіңіз. Вирусты ауруларда демалыс, жылы сұйықтық, дәрумендер жеткілікті болуы мүмкін. Егер антибиотик берілсе, курсты соңына дейін ішу қажет. Антибиотиктің пайдасы көп, бірақ тек орнымен қолданса ғана. Балаңыздың денсаулығы сіздің ақылды шешімдеріңізге байланысты. Антибиотиктің зияндарына толығырақ тоқталсам, ол біріншіден ішек микрофлорасын бұзып, дисбактериозға соқтыруы мүмкін. Жақсы және жаман бактерияны бірге жойып жібереді. Іш кету, іш өту, кебу, тәбет жоғалтуы мүмкін, иммунитет әлсірейді. Иммунитет әлсірегенде ішек микрофлорасы бұзылғанда бала жиі аурушаң болады. Антибиотикке төзімділік, резистенттілік артады. Дененің дәріге үйреніп кетуі мүмкін. Кейін сол антибиотик әсер етпей қалады. Аллергиялық реакциялар, бөртпе, қышу, қызару, анафилаксия сияқты сирек жағдайлар болуы мүмкін. Бүйрек және бауырға әсер етеді. Дәрілер ағзаға уытты әсер етуі мүмкін. Әлсіздік, зәрдің өзгеруі байқалуы мүмкін. Келесі нейротоксикалық әсері. Кейбір антибиотиктер есту жүйесіне немесе жүйке жүйесіне әсер беруі мүмкін. Қалай қауіптің алдын алуға болады? Тек дәрігер тағайындаған кезде қолдану. Пробиотик және пробиотиктермен бірге пребиотиктерді қолдану. Курсты соңына дейін аяқтау, баланың жағдайын бақылау. Вирустарға қарсы антибиотикті қолданбау.